Сәлем достар, бүгін сіздермен қамыр жаюды үйренеміз. Алдымен маған тіркел. Алдымен қамырымызға ұн сеуіп, оқтауымызбен біркелкі басып шығамыз. Қамырымыз қатты болу қажет. Жұмсақ болса, шеттері созылып, гүлдеп кетеді. Сол үшін қатты етіп қамыр илеңіздер. Мен оқтыға орап, екі шетін ғана басамыз, қамырдың ортасын баспаймыз. Егер ортасын бассаңыздар, шеті қалың болып, ортасы жұқарып кетеді. Сол үшін екі шетін ғана, қолдың күшімен ғана былай басамыз. Ұн сеуіп, егер жабысып жатса қамырларыңыз, ұн сеуіп жерестер. Негізі қатты қамыр болса, жақсы жайылады домалақ болып. Егер жұмсақ болып кетсе, ол созылып, өздеріңіз жай алмай қиналып, қалың болып, шеті қалың болып кетеді. Сол үшін қатты етіп қамыр илеп алыңыздар. Осылай видеодағыдай екі шетін ғана басып, жая береміз. Тек екі шетін ғана басамыз, ортасын басушы болмаймыз. Қамырымызды тек сағат бағытымен ғана айналдырып отырып жаямыз. Сонда бір келкі домалақ болып шығады қамырымыз. Сіздерге қандай тамаққа қажет жаю, соған қарай қалыңдығын өздеріңіз көресіздер. Мен мантыге істеп жатырмын. Мантыге жұқа болғаны жақсы. Мен сол үшін жұқа етіп жаямын. Міне менің қамырым дайын болды. Өте жұқа болып шықты. Сіздер де осы мен айтқан бағытпен жайып көріңіздер. Өте жақсы шығады. Доп-домалақ болып әдемі болады. Міне жұп-жұқа. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.